Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Егер үйлеріңізде құйрық май бар болса, мына бәлішті жасап жеңіздер. Өте жұмсақ, өте тәтті, дәмді болып шығады. Соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен құйрық майды ыдысқа салып аламыз. Құйрық майды осындай жұмсақ етіп шыжыту әдісі мен каналыма жүктеген болатынмын. Описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Және құйрық майға 1 шай қасық сода қосып, алдымен ағарғанша миксерлеп аламыз. Каналымда және де құйрық майға піскен өте дәмді печеньенің рецепті бар. Оның да ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Және де бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды қосамыз. Жұмыртқа қосамыз. Толық рецепті описанияға қалдырдым. Содан соң қант саламыз. Қант ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң сұйық май құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң жылы сүт құямыз. Содан соң бал қосып араластырамыз. Массамыз біркелкі болғанша араластырып, және 2 ас қасық какао қосамыз. Какао қоспасаңыздар да болады. Мен өзім какао қостым. Және ұнға 1 қасық, 1 шай қасық қопсытқыш қосып, електен өткізіп отырып қосып, бір жағынан миксерлеп отырамыз. Менде осындай масса болды. Енді жуып тазалап қойған жаңғақ мейіз қосатын боламын. Және де жақсылап араластырамыз. Және де біздің 30-40 сантилік формаға пергамент қағазын салып, массамызды құйып тегістеп аламыз. Бетін біркелкі етіп тегістеп алған соң, столымызға ұрып ауасын шығарып аламыз. Содан соң бетіне жаңғақ дәнін сеуіп шығатын болам. Мен ұзын шақтап кесіп алдым жаңғақтың дәнін. Содан соң 180 градустық қызып тұрған духовкіде 40 минут шамасында қойып пісіріп аламыз. Піскенше духовкінің есігін ашпаймыз. Піскен-піспегенін тіс шұқығыштың көмегімен тексеріп көруге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, сондай дәмді болып шығады. Сіздерге және отбасыңыздағыларға ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.